Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай қоп-қою болып шығатын айранның рецептімен бөлісетін боламын. Егерде үйіңізде ұйытқы табылмай қалған жағдайда осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға қолдың сүтін құямыз. Одан соң газымызға қойып, орташа отта сүтімізді пісіретін боламыз. Отымыздың астын қатты қоюға болмайды, сүтімізді іліп кетуі мүмкін. Мінекей осылай сүтіміз қаймақтасып пісіп бастағанда, осылай сапырып пісіріп алуымыз қажет. Сонда айранымыз қою болып шығады. Мен осылай сапырып 5 минут көлемінде пісіріп алдым. Енді газымызды өшіріп, сүтімізді суытып алуымыз қажет. Мінекей осылай қолымызды салып көргенде қол күйдірместей жылы болуы керек. Сүтімізді банкаға құйып ұйытатын болсақ, айранымыз өте қою, әдемі болып шығады. Мен осылай 2 литрлік банкаға құйдым. Менде ұйытқы болмағандықтан осында 20% кез келген қаймақтан ұйытатын боламын. Бөлек ыдысымызға 2 литрлік банка үшін 1,5 ас қасық салып, үстіне сүт құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы массамызды сүтіміздің үстіне құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. 2-3 минут көлемінде осылай араластырып алыңыздар. Енді қақпағын жауып, осылай сүлгіге орап, 5-6 сағатқа жылы жерге қоюымыз керек. Менде 6 сағат тұрды. Енді айранымызды ашып көреміз. Өте әдемі болып ұйып шықты. Әлі де қою болу үшін бетін қайтадан жауып, тоңазытқышқа бір түнге қойып алыңыздар. Мінекей менің айраным түнімен тоңазытқышта тұрды. Өте әдемі қою болып шықты. Сіздер үй жағдайында айранды қалай ұйытатыныңызды төменге жазып кетсеңіздер болады. Пікірлеріңіз мен үшін өте қызықты. Мінекей айранымыз өте қою, әдемі болып шықты. Егер осы рецепт ұнаса, міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.